Армысыздар, тікелей эфирде астарлы ақиқат сіздермен бірге Дина Төлепберген. Ернар Айдардың жарнамалаған жалған конкурсына қатысты біздің редакция жүргізген журналистік зерттеу, анықталған ақиқат һәм сарапшылардың пікірі. Әншілердің көбісіне жақпай қалыпты. Әсіресе өз Инстаграм парақшасында лотерея ойнатып, үміт сатып жүрген жұлдыздардың енді көңілі алай-дүлей. Халықтың өтініші бойынша біз даулы мәселенің астарын ақтаруды жалғастырамыз. Тұрмыстық техникадан пентхаусқа дейін жұлдыздар жаппай өткізіп жатқан лотерея қаншалықты заңды. Ән жинағыңызды 10 000 теңгеге сатып алсаңыз болғаны. Ода берейінді кітабыңды фотоға түсір билетін өмірін. Сосын бір сағаттың ішінде хабарласпасаң басқа бір кісіге ойнатамыз. Үш автокөлік және де басқа да құтты сыйлықтар ойнатқым келіп отыр. Жалған конкурстың бренд амбассадоры болған Ернарға халық енді сене ме? Ернар Айдарды сіз жұлдыздардың санатына жатқызбайсыз. Сіздің ойыңша ол чертке. Сіздің ойыңша ол Чертке. Тоным жаман болса да жағам жақсы, өзім жаман болсам да ағам жақсы демекші, Ернар Айдардың өнердегі ағасы аттың басын астарлы ақиқаттың студиясына бұрмақ. Ол кім? Чертке. Сонымен, көпшілігіңіз үшін жұмбақ болған Ернар Айдардың өнердегі ағасы кім? Бұл сауалға бүгін жауап береміз. Армысыздар. Бүркіт. Кеш жарық. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Шын айтқан кезде, ел аман, жұрт тыныш кезде осы студияға сіздерді шақырту өте қиын. Бірақ бүгін сіз өзіңіздің өтінішіңіз бойынша студиямызға келіп отырсыз. Шын айтыңызшы, бұл Ернар Айдардың өтініші ме? Жоқ, бұл Ернар Айдардың өтініші емес. Мен Ернармен кеше ғана сөйлестім телефонмен. Мән жайды түсіндірді. Алданып қалғанын айтты. Иә. Алданбайтын кім бар қазір? Неге сізбен бірге бүгін келмеді? Мен айттым, келесің бе деп едім. Жоқ, мен қазір көңіл күйім жоқ, ешқайда шыққым да келмейді. Мен әзірше юристтермен қазір сөйлесіп отырмын деді. Жарайды дедім. Онда мен өзім барам дедім. Айгүл ханым, сізді де дәл осы мәселе мазалап тұрма? Әлде бүгін студиямызға келуіңіздің өзіндік біз білмейтін сыры бар ма? Жақсы, кеш жарық баршаңызға, қош келдіңіздер. Жалпы мен осы 1-2 күн бұрын ғана осы бағдарлама шыққан кезде мен көрген жоқпын, жаңағы Инстаграм парақшаларынан ссылка бойынша жібергеннен кейін байқап көріп қалдым да, жаңағы менің фамилиям аталып жатқаннан кейін өзім қызық болды. Мынау қызық болды ғой дедім да, басына аяғына дейін көріп шықтым. Сіз туралы не деп жатыр екен? Жаңағы алаяқтардың ішінде Беркут бар, Айнұр Тұрсынбаева, Айгүл Иманбаева деген сөзді. Айнұр келе алмай қалды. Сәлемді аманатын Астанадан, Нұр-Сұлтаннан сәлем айтып отыр. Стамбулдан, иә. Астамбулдан. Содан келе алмай қалды. Сөйтіп алаяқтың қатарында болғаннан кейін келіп отыр енді. Эфир болғаннан кейін оның өзі астарлы ақиқат болса қып-қызыл. Содан кейін маған Айбек хабарласты, осылай бара жатырмын деп шақырған жоқ. Сосын мен айттым, Айбек, мен сенімен барам, міндетті түрде сенімен барам, мені тастама дедім, сонымен келдім. Ахметбек аға. Біз халықтың алдынан өтуіміз керек. Өйткені бізді мыналар халықты алдап жатыр деген осындай әңгімелер бізге ұнамайды. Өйткені ол өтірік әңгімелер. Сондықтан мен алдын ала келіп отырмын. Бір құмалақ, бір қазан майды шіртті дегіңіз келе ме? Енді олайды айтуға болмайды, өйткені ол Ернар өзіміздің эстрадада жүрген, өнердегі жүрген інілеріміздің бірі. Сондықтан да ол да алданып қалғанына мен күмән сенем. Өйткені мен ол баланы білем. Түсінікті. Ахметбек мырза, айтыңызшы, өткен бағдарламамызда сіз Ернар Айдарды және өзге де әншілерімізді жұлдыз емес, олар шегіртке деген едіңіз. Бүгін мінекей біздің студиямызға Мүйізі Қарағайдай әншілеріміз келіп отыр. Олармен таныссыз ба өзіңіз? Сырттарынан білем. Айбек екенін жаңа біліп отырмын. Бізде сізді шегірткелердің продюсері ретінде бүгін танысып отырмыз. Жақсы. Ойныңыздан айнып қалған жоқсыз ба? Негізгі егер мен Facebook парақшамды қарасаңыздар, мен 5 жыл бойы жазып келе жатырмын бұны. Бір 100-ден астам пост жазған шығармын. Мүмкін одан да көп жазған шығармын.
Жалпы біздің еліміздің, мемлекетіміздің бағытының мүлде дұрыс емес екенін. Айгүл ханым, жарайды, мынау мәселеге тоқталайық. Шегіртке деген теңеу неге сіздерге ұнамайды? Немесе шамбайындар намыстарыңызға тиді ме? Жоқ, негізі біз бар ғой, біз былай істесек қайтеді Дина. Тікелей эфир жүріп жатыр. Біз келдік, қашқан жоқпыз. Тыңдайықшы бір бетпе-бет осы біздің алаяқ екеніміз, шегіртке екеніміз бір ауыздан естейікші дәл. Ахметбек аға, жарайды, сіздің шегіртке деуіңіздің астарында не жатыр және олар кімдер сіздің ойыңызша? Нақты қысқа нұсқа жауап берсек, өйткені бізде небәрі 1 сағат қана уақытымыз бар. Жақсы, мен 5 жылдан бұрын мен әлемді аралап жүрем, кәсіпкер ретінде. Қазақстанның экономикасын білем, ауыл шаруашылығымен айналысқан, біздің ет сырттан әкелетінімізді. Абай айтқандай, тым болмаса кеттің ғой, мал баға алмайды. Қазақ жарайды, біз басқасын, көлігін, телефон, басқасын әкелейік, біз ет пен сүт сырттан әкелетін халыққа айналдық. Соңмен Абайдың өлеңін келтіретін мен Крыловтан аударған. Шырылдау, шегіртке, шырылдап жүріп ән салған, көгалды көл айтып, әнменен жүріп, өлеңмен жүріп жаздалған. Міне, бұл жаз бітеді. Ертең күз келеді. 32 жыл сияқты уақыт келеді. Сенде жоқ қулық, сұмдық, тәсіл айла, жаралғаннан іздемедің қулық пайда. Қонақ жайлық, мырзалық, сорың болып, сүйегін қалар мекен сумен сайда дегенде. Жалпы әншілердің түсінбей отырғаны жәндік пен біздің арамызда не байланыс? Сол ғой? Халық қазір мысалы дамыған елдерде, кез келген дамыған, Жапония, Кореяға барсаң, жұлдыздар, ұстаздар бірінші орында. Дәрігерлер, ғалымдар. Қазір біздің ғалымдардың неменесі, бағанағы кішкентай жас баланың бір күндік табысын олар бір жылда таба алмайды. Сондықтан қазір бізде не медицина жоқ, не ғылым жоқ, не өндіріс жоқ. Сондықтан көкжашты қоссаң, күндіз түні тек қана насихатталатын эстрада. Неге жүрсіз көшіп кетпейсіз Қытайға басыңызға қатырмай? Неге көшім керек, менің ата-бабамның жері ғой. Олар сіздерге не істеп қойды? Неге оны жау көріп отырса әншілерді түсінбедім? Жоқ, халықтың ұстанымы да. Кредитте той жасасаңыз, кімдер сіздің көңілдеріңізді көтереді? Сіз шақырмасаңыз, сіздің балаңыз шақырады, немесе анаңыз шақырғысы келеді. Сіздің анаңыз, әкеңіз Ернар Айдарда немесе Беркут мырза, жалпы сізді не алаңдатты? Сіздің намысыңызға не тиді, айтып беріңізші маған. Енді түсінуге талпынайық. Мені алаңдатады. Әрқайсымызда болашақ туралы айтпай ақ қойыңыз. Сіз енді өзіңіздің бизнесіңізді жасап отырсыз, мен бәрін түсініп отырмын. Сіз пиар үшін жасап отқаныңыздың барлығы. Бұның барлығы хайп үшін. Сіздің хайпыңызды біз көтеріп отырық. Сізге қарапайымдылық жасап келіп отырмыз осында. Сондықтан рахмет айтыңыз. Біздің әр өнер адамдарының еңбегі инемен құдық қазғандай. Мен осы Алматыға келген кезде қалтамда көк тиын де жоқ еді. Бірақ Таразда жұмыс істеп жүріп, ол кезде сахарный вата сататын мен базардан, мороженое сататын, шампунь сататынбыз. Сондай бизнестермен айналысқанбыз. Мына жаққа содан кейін қойдында жақсы бір зам директорға дейін жеттім. Ана жерде компания, Гелюс деген компания болған сол кезде. Сол филиалдың зам директоры болып, содан кейін марқұм Айымкүл әпкем бар етін, мамамның әпкесі. Сол кісі айтты, әй, мына жерінде ән айтамын деген тұрып тұрса, қалдырма, кейін өкінесің деді. 50-ге келгенде, 40-қа келгенде өкінесің деді. Сіздің өзіңіз, мамаңыздың өзі ақын ғой, белгілі ақын. Сондықтан мен сол жерден бұрылдым да, айлығым бар, ақшам бар, шопырым бар, бәрін тастадым. Ол 23 жасымда. Сөйтіп түбегейлі өнерге бет бұрдыңыз. Өнерге келдім мен. Жағалтаевпен кездесіп, осында келдім. Сонда 4-5 жыл жүрдім ғой. Осында ән жаздық, клип түсірдік, қалтамызда бір тиын жоқ. Бәрін жасап жатыр. Бұның барлығы еңбек. Өйткені біз студиядан түнеп, азан 2-3 күн жататым студияда. Сонда ана студияның бастығы бізді қуып жібереді, кетіңдер бар үйлеріңе деп. Не қылып жүрсіңдер бұл уақытта? Бастаңдаршы үйлеріңе. Біз сонда арақ ішпейміз, анаша тартпаймыз, ешіне темекі шекпейміз. Біз азаннан кешке шейін күтетіміз сол әндер. Қаншама әндер осы өнер адамдарының ішінде қаншама әндер шетке кетіп жатыр. Халыққа жеткен жоқ. Түсінікті, Ахметбек аға, бүгінгі тікелей эфир барысында, халыққа жететін ән тапқанша біз қаншама еңбек жасаймыз. Сіздің талабыңыз бар ма мына Ахметбек ағаға қоятын нақты? Енді Айгүлде бар деп ойлаймын. Мен ойлаймын да, мен жалпы осы эфирді кеше Майбекке келем деп айтқаннан кейін мен Ахметбек аға жайлы ақпарат жалпы ақтарып көрдім. Көрдік, иә, бәрін көрдім. Сосын кейін бір анекдот есіме түсті. Біз танымаймыз деп айтпаймыз. Қазір енді танитын болдық. Хит көрдің ба, хайт деген қалай кетеді. Содан жаңағы интернетті ақтардым, әлеуметтік желінің бәрін қарадым, ақпарат жинадым. Сосын бір анекдот есіме түсті. Жаңағы бір бастықтың алдына кабинетіне бір кісі жұмыс сұрап келіп отырған ғой.
сөйтіп енді қандай не қолынан келе бұрын қайда істедің десе, бұрын ана жерде істедім, мына жерде істедім, ана жерде істедім, ана істедім. Сен тышпаған төбе қалмапты ғой деген екен қазақша айтқанда. Сөйтіп айтқан ғой енді ана бастық келіп жұмыс сұрап отқан адамға. Сөйтсе, енді сізді де бір төбе деп келіп отырмыз ғой деп, сіз астарлы ақиқатты бір төбе деп келіп кеткен екен. Енді біз сол екінші эфирінде бізде қосылайық дедік. Енді ақыр сондай былай айтқан кезде халыққа ақыр әншілер, өнер адамдар шынымен де сондай екен деп ойлап қалмасын деп келіп отырмыз біз осында. Иә, біріншіден менің шамыма тиген нәрсе, иә, біз енді көпшілік өзіміздің өнердегі әріптестеріміз, жаңағы коллегаларымыз дейді ғой, әріптестеріміз, цех бойынша жұмыс жасап жатқан барлық әріптестеріміздің де атынан өзіміздің айтатын ойымызды айтамыз қазір кезе келгенде. Бірақ ең бірінші әр адамның өзін жеке бастырады ғой, енді жасыратын ештеңесі жоқ. Эфирде өткенде бәрі шырылдауық шегірткелер деді, одан кейін алаяқтар, сенбесе қайтадан қойыңыз эфиріңізді. Алаяқтар, Беркут ана Айнұр Тұрсынбаева, Беркут Айгүл Иманбаева деді. Кешіріп қойыңыз. Ол менің бұл әуел баста бұл балағаттаудың. Сіздің талабыңыз мінекей. Ағамыз бүгін студиямызға келіп отыр. Статьясы бар, біле білсең, за моральный ущерб-ті, за клевету кәдімгідей кодекс бар, егер бұл кісі білетін болса. Бұл кісі де келді. Айтатындай, жеке менің басыма алаяқ деп айтатын бұл кісіде қандай дәлел бар екен, неге олай айтты екен. Мен мысалы ақпаратты ақтарып отырмын. Павлодар қаласында жұмысшыларының ақшасын бермей, айлығын бермей қашып кеткен Ахметбек, жаңағы Нұрсила және де Раушан менен тағы біреудің ақшасын бермей олар Турцияға кеткен. Одан қала Қытайға қашып кеткен бұл кісі. Одан Қытайға қашып кеткені бар. Жаңағы қымыздың басын бір шалған, жаңағы Артөбеге дегеннен шығады. Исламның басын бір шалған. Енді келіп кәсіпкерлерді байлыққа үйретем, анан үйретем, былай айтқанда ауадан ақша жасап жүрген бұл кісінің барлық әңгімесін ақпарат кеше жинадым. Бірақ мен оны эфирге келіп бас көзсіз, ол сондай алаяқ. Ол кезінде Қытайға қашып кеткен. Павлодарда жұрттың ақшасын бермеген. Ол ана қымыз бизнесін бастап қолынан келмеген. Исламға да, Құдайға да сенбейді. Неше түрлі информацияны түгел оқыды, маған ешкім айтқан жоқ неден. Жаңа, ал бірақ мен біреуін келіп эфирге айттым ба ондай нәрсе? Өйткені менде дәлел жоқ. Сол себеп бұл кісінің дәлел жоқ. Беркуттың, Айнұр Тұрсынбаеваның, менің тағы да басқа менің әріптестерімнің алаяқ екеніне неге дәлелсіз бұл кісі эфирге келіп аузына келген оттайды. Это за клевету, мен сізге айтамын, бұл кісіні сотқа берейін деп келдім, на то пошло. Түсіндіңіздер ма? Келсіз бе? Сіз туралы айтылған ақпарат рас па, шындыққа жанаса ма шын мәнінде? Енді Дина, тоқтаңыздар, мен ақыр кеттім, әйел деген затым бар, айтайын мен сіздерге. Мен қыз баламын, бұл кісі айтады, оңай ақша, бұл әншілер шырылдауық, шегіртке, мен бірде-бір әншінің, бірде-бір әртіске оңай ақша келгенін көрген жоқпын, сізге айтайын. Еш уақытта келмейді, оның сұрауы болады, иә? Ал енді қараңыз, мына нәрсені айтайын. Біздің әрқайсымыз актерлар арасында болсын, әншілер арасында болсын, мен әншілердің ішінде қаншаусын білем, инсульт алған. Менің өз басымның, шешемнің өзі 2 инсульт, 1 инфаркттан әрең тұрған адам. Үнін шығармай, дымымды білдірбей, бүйтіп күліп жүріп, халықтың алдында өткізіп жібересіз. Қазір атын атағым келмейді, біздің қыздардың ішінде 3 қыз инсульт алды, 1 қыз инфаркт алды. Мүйізі қарағайдай халыққа кеңінен тарылған өзіміздің әріптес үзеңгілес қыздарым. Мысалға да біреуі үнін шығармайды. Актерлардың ішінде Тілектес Мейрамов, міне көзі тірі, бөлмеші Дина, Құдай үшін. Көзі тірі, баласы жалғыз ұлы қайтыс болып жатқанда театрда спектакль ойнап жатты. Мысалға, қанша ондай басынан өткізіп жатады. Ал енді біз көшеден келген қаңғырған адам болсақ, Алла маңдайына адамның өнер деген ен салмайды ғой. Арамызға көшеден келгендер бар. Олар өзімен өз қаңғырып қалбалақтап келеді, қаңғырып қалбалақтап кетеді. Дина, оны өзіңіз де білесіз. Ал өнер үшін жаралған, соны оқып, тоқып, соның жолында жүріп. Мен мысалы қыз баламын, 10 жыл болды, жеке театрым бар. Сіз білесіз бе жеке театр жүргізу деген неге? Мен жеке театр байытын болса, мен не қыламын? Жас буынға не айтасыз? Қараңыз, Айгүл, кешірім сұраймын, мен түсінемін, бірақ эфир ол уақыт шектеулі. Неге бұл мәселе туындады жалпы бізде осының тарихында жүрген адамбыз, неге? Өйткені лотерея туралы әңгіме қозғалды. Біз жалған лотереяның өткізілгенін біз емес, экономикалық тергеу департаменті анықтап білді. Біз ақиқатын көрсеткен болатынбыз. Мәселе осыдан. Яғни сіздің талабыңыз бүгін ресми, яғни тікелей эфирде Ахметбек Нұрсила сізден және барша шегіртке деген деп айыптаған азаматтардан кешірім сұрасын деген талап па? Мен түсінгенім. Дина, арымыз таза, бетіміз ашық болғаннан кейін біз Айбек екеумізде жалғыз келген жоқпыз. Ана алаяқтар лотерея өткізіп жүрген деген естігеннен кейін біз ұйымдастырушыларымызды барлығын алып, міне деп елдің алдына келіп отырмыз. Егер алаяқ болса қашып кетпейміз бе? Лотерея бізде жоқ дейсіз, ендеше әншілердің қазіргі
Біз бұл мәселеге Бір ауыз сөз айтайыншы, возражение. қысқа қайырыңыз, енді. Қысқа қарайын. Мен Астанаға шақырған арнайы осы лотереяға байланысты, өйткені мен арнайы видео түсірдім. Лотерея ойнамаңдар. Бұл негізгі, бұл заңмен тиым салынған, бұл 1000 адам ойнаса, соның ішінде шақ адам Соны енді лотерея ойнайтын адамдарға айтсаңызшы. Мен сіздерге сөз бөлген жоқпын ғой. Сізден жасым үлкен сөз бөлген жоқпын ғой. Жасыңыз үлкендігін қайтейін, ақсақалдығыңыз жоқ. Ойнамаңыздар деп мен кәдімгідей шығардым, соны 200 000-нан астам адам көрді ютубта. Содан кейін Астанаға шақырды. Астанада үлкен немене болды, заң қабылдайды, лотерея ойнауға болмайды деп, содан министерстводан адамдар келді. Содан кейін мен келгеннен кейін ойладық, бұл не лотерея тоқтатқан шығар деп қарасам, анда кімдердің жарнамасы жүр, астында 1000-нан астам немене тұр комментарий. Алаяқтар деген. Бүкіл халық сотқа берсін, мен емес. 1000-нан астам комментарий. Халықтың өзін кешегінің өзінде лоқтар дедіңіз ғой, мен қазір Инстаграм шығарайын, да, сіздердің Сіз Инстаграмға кіріңіз де қараңыздар. жарнаманың астында қараңыздар. Тоқтаңыз. Дина, сіз өткендегі программаны мен көрдім ютубтан. Ашып қарадым. Сіздер звондапсыздар, иә? Ұтқан адам бар ма екен деп, иә? Әрине. Сіздің қыздарыңыз бүгін звондапты біздің балаларға, ұйымдастырушы балаларға. Олардан сұрапты. Барлық дәлел, пожалуйста, Инстаграмда тұр. Кімнің не ұтқаны, қандай адрес бәрі бар. Ол Демек біз қазір міндетті түрде лотерея мәселесін қозғайтын боламыз. Сонымен әншілердің қазіргі негізгі кәсібі лотерея ойнату, ал ән айту хоббиге айналып кеткен бе деген сауал қазіргі таңда қоғамда қызу талқыланып жатыр. Бұрын әрине керісінше еді. Жұрт аты дардай әншінің айтқанына сеніп, соңғы ақшасын апарып беруде. Айтқандай-ақ, өтірігі ашылған өнердегі ісін қорғауға келген Бүркіттің өзі де лотерея жаның жарнамалап жүргені аян. Осы жөнінде дайындалған қысқаша сюжетімізді бірге көрейік. Сахна той түсірілімнен жалықты ма? Әншілер бүгінгі таңда жаппай лотерея ойнатуға кірісіп кеткен. Бұл әртістердің жаңа пайда табу көзі болып қалыптасып та үлгерді. 0468 0468 бар ма? 0468 100 000 теңге соңғы. Арман бар ма? Тікелей эфирге қатысып отқан азаматтар мінекей көріп отырсыздар, хабарласа беріңіздер. Бұл Нұрлан Еспановтың лотереясынан көрініс. Әнші соңғы уақытта ән шығаруды емес, бақандай 20 көлік ойнатуды қолға алған. Бренд амбассадоры болған, меніңкің бәрі адал өтті. Белді бір компанияны өткіздім оны, мен ұрынған жоқпын. Мен адалмын деп ақталып отырған әншінің сөзін автоорталық жалғанға шығарып, Еспанов біздің бет бейнеміз емес деп ашып айтты. Ашамыз соңғы Өнер иелерінің арасында лотерея ойнатудан көш бастап тұрған айтыскер ақын Айнұр Тұрсынбаева. Уағында Айнұр өрімді ұйқастары арқылы айтыстан талай көлік ұтса, бұл жолы өзі көліктер мен пентхаус ойнатып жүр. Ақының кітабын 7000 теңгеге сатып алсаңыз, сіз автоматты түрде лотереяның қатысушысы атанасыз. Асығыңыз алшысынан түссе, $120 000 тұратын пентхаус сіздікі деп сендіреді ақын. Жеке альбомым шықты. Осы орайда 3 автокөлік және де басқа да құнды сыйлықтар, ақшалай ұтыстар ойнатқым келіп отыр. Небәрі бағасы 10 000 теңге. Біз тек түрімізді сатамыз деп ақталатын әншілер бұл ойын арқылы 5-10 000 теңгеге билет сатып пайдаға һәм қарғысқа кенеліп жатыр. Әншіге пайда келетін аңғал халық, қарғайтын да сол налыған халық. Біз Айша екеміз халықтың сұрауы бойынша, Қазақстан бойынша екінші ауқымды ұтыс жариялаймыз. Бас жүлде Нұр-Сұлтан қаласынан 5 пәтер Және 5 автокөлік. Біздің ән жинағымызды 10 000 теңгеге сатып алсаңыз болғаны. Және 30 елдің алдында ашық өткізіледі. Бұрындары Бүркіт халықтың сұрауы бойынша кеш беретін, қазір ауқымды ұтыс жариялайды. Әншінің ән жинағын сатып алсаңыз, тек тыңдап қана қоймайсыз, билеп жүріп жаңа пәтерге немесе көлікке қол жеткізесіз. Бүркіттің сөзіне сенсек, көліктен ада болсаңыз, 10 000 теңгеге 400 000-ның жылқысын тірідей немесе соғым қылып алып кетуіңіз де бек мүмкін екен. Жарық
Құрметті журналистер, халықпенен әртіспенен Иә, менде сұрақ өте көп, шын айтқан кезде. Сонымен сіздікі ұтыс па, лотерея ма, конкурс па, ол не нәрсе? Жаныма жаңа Мейрамбек деген ұйымдастырушы баламды шақырыңыздаршы. Жаныма келсінші. Аздаған жарнамадан кейін Мейрамбек біздің әңгімемізге келіп қосылатын болады. Жігіттер дайындалыңыздар. Келе беріңіздер. Мынау біздің ән жинағымыз. Иә, Біз осыны сатамыз. иә. Кез келген, мысалға, жақында ғана Есентай паркте болды. Қаншадан 150 сатасыздар? 10 мың Қаншадан теңге. сатасыз? 10 мың теңгеден. Иә. Иә, бір диск үшін. Қымбат шын емес айтқан деп кезде. ойлаймын, өйткені бұның ішінде қаншама ақша салынған. Максимум 3000 теңге тұрады диск. Жарайды. Ал иә. Аяна, енді осыған Енді жауап керек кешіріңіз, екен. иә? Біздің бір әнді жазу үшін композиторларыңыз $1000 сұрайды. Ол былай Текстовик тұрсын. сөзін Жоқ, жазатын дискі ақындарың жалпылай. 500 мың. Осы Мен кеше Батырхан Шөкеновтың дискісін барып сатып алдым. 5 мың теңге тұрады екен. Иә. Сіздікі 10 мың, неге? 10 мың теңге, өйткені ұтыс жариялаймыз біз. Бұны сатып алған адамдардың Егер мен арасында... ұтысқа қатысқым келмесе Мен жауап Беркут, берейін иә, енді. сіздің Мен осы жауап берейін дискіңізді қаншаға сатып алам? 10 мың Алам ба? теңгеге сатып аласыз. Тек қана ол бәрібір, Тек иә? қана 10 мың теңгеге Түсінікті. сатып аласыз. Осыны сатып алған адамдардың арасында ұтыс жариялаймыз. Керек па, керек емес па? Өйткені мен өзімнің табысымды мына жерге сатып алып жатқан адамдардың табысын мен қайттан бөліп берем адамдарға. Көлікке ие болу үшін қанша диск сатып алуым керек? Олай айта алмайсыз ғой. Бір дискісін сатып алып... Олай емес. Иә. Енді айтасыз ба әлде кім? Қанша Мейрамбек. диск мен сатып алуым керек? Жақсы. Менің есімім Мейрамбек болады. Беркут мырза мен Айша ханымның ұтысының жүргізушімін. Осы ән жинақ сату бойынша ұйымдастырушымын. Бас сату маманмын. Нақты сұрағыма жауап беріңіз. Аха. Көлікке ие болу Жақсы. үшін, немесе пәтерге ие болу үшін мен қанша диск сатып алуым Кешке керек? қойшы, мына жерде бөлейінші, ара жіктеп алайық. Лотерея менен конкурс акцияның арасын ара жіктеп алайық. Лотерея мүлден басқа дүние, кешіріп қойыңыз, акция Лотерея мүлден деген басқа билет дүние. сататындар олар. Екеуі екі бөлек. Біз өзіміздің Біздің тауарымызды сатып елімізде жатырмыз. бірыңғай лотерея операторы бар. Қазір айтылған әңгімені, көрсетілген ақпаратты менің ойымша олар жіті назарға алады. Одан кейін бұл лотерея ма, ұтыс па, әлде конкурс па, басқа нәрсе ма, оны өздері анықтап, менің ойымша нақты анықтамасын береді. Жіктеп алады, Біз иә. заңгер Иә, емеспіз, дұрыс, біз дұрыс. мынау дұрыс, мынау бұрыс деп айта Дұрыс, алмаймыз, дұрыс. иә? Дина ханым, мүмкін осы сұрағыңызға жауап бере кетсем. Иә. Бұл жерде бір адам мынандай көлік ұтып алу үшін мынанша ән жинақ алу керек деген ешқандай Талап жоқ. ереже, талап жоқ. Шарт Ол кісі бір ән жинақ сатып алып ұтып алуы да мүмкін, 10 ән жинақтың ішінен шығуы да мүмкін. То есть бұйырғаны. Сосын бір айта кететін нәрсе, ұтыс бізде елдің алдында халықтың көзін жетеді. Халықтың алдында 500-600 Жарайды, адам түсінікті. жинаймыз. Соның алдында біз де бармыз ол жерде. Жиналған Мен халық- Айшамен ол жерде бірінші Енді шын айтқан кезде Айбек мырза, Беркут, иә, Мейрамбектің осы біздің студиямызға кенет шығуы мен үшін бір таңсық құбылыс болып отыр, иә. Өйткені менің сұрағым, сіз мынау ұтыстың бренд амбассадорысыз ба? Яғни жарнамалап жүрген жай куәгерсіз бе, иә, міне Ернар Айдар сияқты. Әлде осыны ұйымдастырып жатқан сіз өзіңізсіз бе? Айтыңызшы маған, нақтылап алайық. Ұйымдастырушы Беркут мырза ән жинақ сатылымы бойынша мен жауап Тоқтаңыз, беремін. сіз маған, сіздің жауабыңыз маған маңызды емес. Иә, мен сізден сұрап тұрмын. Сіз бренд амбассадорысыз ба? Жоқ, бұл біздің ұтыс. Бұл сіздің Нақты ұтысыңыз. біздің ұтыс. Өйткені біз өзіміздің альбомымызды сатып жатырмыз. Бұның сатып жатқанын, налогын, салығын төлеп жатырмыз. Өйткені не үшін Бостандық сыйлаймын. Берк, мен бұл сұрақты қойып отырмын. Өйткені Ернар Айдардың біз жарнамасын көрдік, иә? 5 ролик түсірілген болатын. Және әрбір ролигінде ол менің ұтысыма қатысыңыздар деп үндеу жасап, халықты шақырды. Сіздер де солай шақырып жатырсыздар. Бірақ сайып келген кезде Ернар Айдар қазіргі таңда бұл іс бойынша куәгер болып табылып жатыр. Жоқ, куәгер емеспіз біз. Сіз куәгер емессіз. Бұл біздің ұтыс. Көліктерді сіздердікі, иә? Иә, 2 көлік бар, 3-еу алайық деп едік, мына карантин кезінде жабылып қалды барлығы. Сондықтан аламай қалдық. 2 көлік нақты бар қазір. Кімге пайда тиеді сонда Пәтермен ұйымдастырушыларға? пайданың барлығы халыққа тиеді. Мысалға біз қанша 6 мың ба? 6 мың саттық па? Бірінші тұста біз 6 мың экземпляр саттық, бірақ бірінші тұста бізде электронды түрдетін. Сонымен Кейіннен біз қараңыз, таспа, Беркут. қазір мен айтып болайын. Бұл- Содан кейін біз 6 мың, мысалға 6 мың дискіні сатқаннан кейін, сол ақшаның барлығына 10% қалдырдық, қалғанын бәрін тараттық. Өйткені бізден 200-ден астам сыйлықтар бар.
Бұның Беркут, айтыңызшы, сонымен бұл ұтыс мереке дейді, сіздің бұның ұтысыңыз барлығы акция дейді, бұның халықты барлығы жарылқау халыққа үшін бе, қайтадан таратып береміз. әлде Өйткені анау совет үкіметі кезінде өзіңіздің болды ғой қалтаңыз спорт үшін бе? Негізгі сұрақ, бұл ұйымдастырылып Ойбай, жатқан ұтыс халықтың қамы үшін Құдай бе, сақтасын, әлде менің сіздің қалтам қалтаңыз үшін бе? жетеді. Менің қалтамда жетеді, менің өзімнің Біз осы бизнесім де бар. мәселеге міндетті Аллаға түрде шүкір. тоқталатын боламыз. Аздаған жарнамадан соң ауқымды ұтыс өткізіп жатқан Бүркіттің лотереясының ақ-қарасын бірге анықтайық. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір шағын ғана жарнама. $10.000 теңгеге пәтер алып, көлік мініңіз. Осы тектес жарнаманы отандық шоу-бизнестің жұлдыздары жарыса айтып жүр. Алайда жұртты жарылқаймын деп жығылып жатқандары да жетерлік. Алысқа бармайық, Ернар Айдардың жалған конкурсының немен біткенін бәріміз білеміз. Бірақ өзге әріптестеріне бұл сабақ болмаса керек. Қаймығудың орнына жүлде қорын көбейтіп, жанталасып жатыр. Сонда олардың көздегені не? Жалғастырайық. Я расымен де маған өте қызық болып отыр, Айбек мырза, Айгүл ханым. Кім мынандай текст жазып беріп отыр? Мысалға, сіздер конкурс жасаған кезде, сіздер айтып жатырса, көлік таратып жатырмыз, үй таратып жатырмыз деп. Жоқ, сіздерге не пайда әкеледі ол? Бұл мереке, Нені меңзедіңіздер, түсінбедім. бұл мереке, бұл қуаныш. Мен мысалға демек осы сіздің карантин... қалтаңыздың қалыңдығы ретінде көріп, қалың екенін Бұл халыққа қалтамнан шығып жариялап жатқан жоқ. отырсыз. Енді қайдан шығып жатыр? Бұл Мен міне, мына білмеймін. жақтан шығып жатыр. Неге түсінбей жатырсыздар? Жоқ, сол мың дискіден теңгеден- тапқан ақшадан ұялығы бола ма сонда? Конечно болады. 6000 адам, санаңызшы, 6000 адамды 10.000-ға көбейтіңіз. Қазір біз осы құпия Қанша болды дисктің бағасы? Қазір бір астарын секунд. бірге Қанша болды? ақтарайық. Қанша? 6000-ды көбейтші. Арифметикаға 60 тоқталамыз. миллион теңге. Арифметикаға 60 тоқталамыз. миллион Бізде теңге. бүгін санақ пен ақша туралы ақпараттар көп айтылады. Таяуда Forbes сіз туралы жазыпты, сіздің байлығыңыз туралы. Қызық ақпараттар бірге көрейік. Бүркіт пен Аиша 2015 жылы Forbes тізімі бойынша топ 30 ең табысты қазақстандық жұлдыздар қатарына енді. Тізімде жаман жақсы 6-шы орынды иеленген. Басылым олардың жылдық табысын 1 миллион ақш долларын құрады деп жазады. 2016 жылы Бүркіт өзін кино әлемінде сынап көрді. Моана фильміндегі басты кейіпкері Мауиді дыбыстаған. Мауи. Қайық! Құдайлар маған қайық сыйлады. Ал 2017 жылы ол өзінің тырнақ алды фильмін таспалауға кірісті. Кино әлеміндегі дебют криминалды экшен Логоба фильмі. Туындыға жұмсалған қаржы 128 миллион теңге. Прокаттағы табысы 35 миллион теңгеге әрең жетті. Это дом. Forbes-тағы соңғы дерек бойынша 2 жыл ішінде Бүркіт пен Аиша 6-шы орыннан 16-шы орынға жылжып, 10 сатыға төмендеген. Сонымен Forbes-та айтылған ақпараттарға сенетін болсаңыз, сіздің табысқа қарағанда шығысыңыз көп. Осыған Енді фильмдерге байланысты келетін болсақ, оны қысқаша айтып кетейін. Жоқ, фильм маңызды емес қазіргі таңда. Қазіргі таңда маңыздысы ақша болып тұр. Қандай ақшаға, егер сіздің табысыңыз азайып жатса, көліктер, пәтерлерді алып жатырсыз? Сіз жаңа айтып кеттіңіз ғой, шығыстарыңыз көп болып жатса, ол жаңа кино жағынан, ол жерде достарымның, спонсорларының ақшасы. Менің ақшам емес дейсіз Ол ғой, жерде менің қосқан бір 20-25% бар болды, одан басқа жоқ. Осы ғой мен білгім келіп отырған маған бер. Жауап бердің ба? Иә. Жоқ, жауап берген жоқсыз. Қандай ақшаға сіз осы пәтерлерді, 5 пәтер, иә? Мен жауап берсем 5 бола ма? көлік бар. Жоқ, ол сенің қатысың жоқ. Тағы да құдіретті диск пе? Әлде қалай? Дисктің сонда Беріңізші онда маған сол дискті. Менің 3-4 жыл бұрын өзімнің көлік жуу мекемелерім болды. 2 автомойкам болды, 2 автошкол мектебім болды. Олардың барлығын сатып жібердім. Мен қазір 2 жыл болды, тағы да бір ресторанчығым бар еді, мейрамханам. Оны жауып қойдым. Барлығын сатып, тып-тынықтай болып, бәрін сөйттіңізде лотереяға құйдыңыз ба осы ұтысқа? Жоқ, шетелде менің өзімнің бизнесім бар. Қандай? Досым екеуміздің бизнесіміз бар. Не туралы? Біз йогурт шығарамыз.
Вау. Айран. Лабанита деген. Оның бірақ Қазақстанға ешқандай қатысы жоқ. Ол Америкада саудаланып жатыр ма? Жоқ, Араб Эмиратсында, Дубайда. Дубайда және де енді біз қазір Египетке шықтық. Сол жерден тапқан ақшаңыздың бәрін осы лотереяға, демек осы ұтысқа құйып жатыр. Солай ма енді? Жоқ, Айбек, сен мына жерде қазір нақты жауап бермесең, қазір білесің ба, халықпенен әртістердің арасын, тіпті бұқарат ақпарат құралдарын бақ өкілдері 4-ші билік қой, мысалға журналистер. Мен өзім журфакты бітіргем Казгудың, иә? Қазіргі таңда әбден алшақтатып, арандатып жіберді. Ол Дина бәрі қыздар, кешірім сұраймын, міне эфирде шынымен де ол анық екені анық қой, бар ғой, сол себептен қазір нақты жауапты айтшы. Айтпені қайта-қайта мынаның төңірегінде айналдырып жатыр. Айтып жатырмын ғой, сол тыңдамайды ғой, қайта-қайта сұрақ қойып жатыр. Біздің сұрағымыз шынақтай кезде өте көп. Ашық айтып жатырмын ғой, қайта-қайта келіп мен өзімдікін өзім айтамын. Сол ақшалардың бәрін қайттан 30-қа тігіп жатсың ба деп қайтып бұрмалап алып келіп жатыр. Мен қайтайын енді. Айбек, мысалға менікі Дина өзің ғой енді сұрақтарды қайта-қайта алып келіп жатыр. Мен сізге нақты сұрақ қоямын, сіз нақты жауап беріңіз. Сонымен осы қазір сіздер ұйымдастырып жатқан ұтысқа тігілген сый сияпатты алу үшін қанша ақша жұмсадыңыз? Міне, сондай сұрақ. Өз қалтамнан Үй алдыңыз, иә. Жалпы осы көліктерге, жылқыларға, пәтерлерге жүлде қорының сомасын айта аласыз ба? Жүлде қоры бізде алдыңғы ұтыста 10 мың сатылған ән жинақ, ол сол ән жинақтан түскен қаражатқа сыйлықтар беріледі. Барлығына. Яғни 100 миллион теңге. 10 мыңнан сатылса 100 миллион, иә? Жарайды. Ол жерде айтатын нәрсе бар. То есть ол жерде берілген мысалы 5 автокөлік, 2 пәтер, жаңа қосымша сыйлықтың барлығы, то есть қайттан таратылады. Айта кетейін, сіздің сұрағыңызға жауап қазір. Мен ол жерден бір тиын көрмеймін. 8-10% қалады, міне 10 адам бар. Онда не үшін онда? Сізге қандай пайдасы тиеді? Жай ғана пиар үшін ба, әлде не үшін жасап жатырсыз? Әлде халыққа шынымен де жанашыр ретінде осы халыққа таратайыншы деген бір ниетіңіз болды ма? Енді Аллаға шүкір, осы карантин басталғалы бері жүрміз ғой, азық-түліктердің бәрін тасып общежитияларға, жатақханаларға. Мен сол үшін салып жатырмын. Көрдіңіздер ме? Міне, бүгінгі күнге дәлел болсын деп. Өйткені біреулер жазып жатады, садақаны жария қылмайды деп. Құранда бар жария садақа. Сонымен сіздің айтуыңызша ол қайырымдылық, иә? Қайырымдылық, ол қанымызда бар нәрсе. Менің қанымда, мысалға, мен жеке басымда, мен басқалар туралы айтпай қойын, мен жеке басымда бар. Сондықтан мен қазір карантин басталғалы бері осы 9-10 күн болды. Мен шығып жүргеніме өзімнің минивенім бар. Соған салып аламыз. Магазиннен, дүкеннен азық-түліктер сатып аламыз. 80-70 пакет бәрін таратып келеміз. Беркін мырза, мынау бір экранға назар аударсаңыз, иә, өйткені біз жүлде қорына қажетті ақшаның көлемін өзіміз есептеп шықтық. Бұл енді шамамен. Сонымен 5 машина алу үшін керегі 45 миллион теңге, 5 жылқы үшін 2 миллион теңге. Егер мен аз деп жазып қойсам, Мейрамбек айтып отырыңыз, иә? 5 үй 15 миллионнан деп алайықшы, ең арзаны дегенде. Ол дегеніміз 75 миллион теңге, иә? 2 шетелге билет, ақшалай сыйлықтардың құны 42 миллион теңге керек. Үй техникасын сатып алу үшін 2 миллион теңге керек. Сіз мұқият бақылап отырсыз ғой, келісесіздер, иә? Тарифтермен. Сонымен барлығы қажеттісі шамамен 130 немесе одан да көп миллион теңге. Қалғанын қайдан алдыңыз? Дұрыс. Бұл өткізіліп жатқан, біз бірінші ұтысты елдің алдында өттік, сыйлықтың бәрін табыстадық. Мынау екінші ұтыс. Екінші ұтыста осы жиналған қаражаттан қайтадан халыққа таратылады. Енді Беркін мырза, ашығын айтайық. Шығыс, мынаның бәрі ол шығыс. Шығыс 130 миллион теңге. Ал пайда ше? Кіріс. Не пайдасы? Кірісте. Мен айтсам бола ма? Қанша сатылады? Қанша сатып жатырмыз, сонша келеді ғой. Мысалға, қанша келеді? Мысалға, бірақ біз уәдемізде тұрамыз. 5 пәтер десек, 5 пәтер алуға тырысамыз. 5 машина, 5 көлік десек, 5 көлік. Ашығын айтайық, міне қараңыз, жалпы лотерея ұйымдастырған кезде 50% осы жүлде қорына кетеді. 50% ұйымдастырушыға қалады. Яғни сіздің пайдаңыз шамамен 130 миллион теңге деп айта аламыз ба? Жоқ, бұл беріліп жатқан сыйлықтардың саны ғой. Яғни 130 миллион теңге ол қайттан таратылып жатыр. Қайттан таратылады. То есть бұл 10% қалады, балаларға қалады. Болды. Айлықтар бұлардың. Сенесіздер ме?
Сенсеңіз де сенбесеңіз де сол, басқа жоқ. Жоқ, енді Бұны орындары бар ғой. Ерлан мырза, сіз не айта аласыз? Сіз егер де расымен де қайырымдылықпен айналсаңыз, неге барып сол сыйлықтарды алып, жылқыны сойып, неге таратып бермейсіз, ол бір, иә? Екіншіден, мына үйма көлікке, көпбалалы отбасыларға, садиктерге апа алмай жүрген балаларға неге барып таратып мен айтсам болады ма? Тізімді алып, не, техника, үй техникасы то же самое. Егер солай айтатын болсам, түсіндім сұрағыңызды. Егер мен солай айтатын болсам, мынау дискімді 10 000 теңгеге сата алмаймын. Вот. Сата алмаймын. Енді ол Шыны керек дискіден қой. пайда сізге тию керек қой. Иә, 10 000 теңгеге бұл өте қымбат. Бұның пайдасы біреуге пәтер алып беру. Біреуге машина алып беру, біреуге холодильник алып беру. Осының пайдасы осы жерде келеді. Лотереяға өткізу керек па? Қазір Ерлан мырзаның ойын білейікші, бағанадан бері сіздерді тыңдап отыр. Сонымен Беркут мырзаның мына неден ауытып кетпес үшін енді екеуі бір тема ғой. Қазір сіз алдыңызда сіздер ұйымдастырып жатқан деп жалпыламайттыңыз. Сіз қазір Дина тек сен ұйымдастырып жатқан деп Айбектікін айту керек еді. Мен өзімдікін айта кетейін, содан кейін бұл кісілерді тыңдайық. Мен мысалға өзім жеке театрым бар. Қазақ ұлттық университетінде мен ұстазбын, шәкірт тәрбиелеп отырған. Өзімнің мектебім, менің айтайын дегенім, мына өнердің театр, кино, телевидение, ұстаздық, барлық саланың, өнердің барлық, оның ішінде әншілік, барлық саланы алып жүргеннен кейін, барлығының ішінде қайнап жатқаннан кейін, мен шынымды айтсам, өзімнің ән әлемімен маған көп журналистерде сұрақ қойғанда сұрайды, неге сіз әніңіз қалып кеткен жоқ па, клип түсірмей кеттіңіз деп қояды. Өткізіп жатсыз ба, өткізіп жатқан жоқсыз ба? Менің сюжетінде сіз жоқсыз. Сіз де бұрмалап тұрып қойып жатсыздар ғой, бізге де айтуға мүмкіндік беріңіздерші. Сіз өткізіп жатсыз ба, өткізіп жатқан жоқсыз ба? Неге түбін айтайын деп отырмын ғой. Бірақ сұрақ. Иә, немесе жоқ. Жоқ. Сіз өткізіп жатқан жоқсыз. Өткізіп жатырмын, әйтпесе не бар? Өткізіп жатырсыз. Енді қараңыз, мен мысалға өнердің әр саласында, бірақ менің әнім қазір 21 ғасыр, ешкім кассетамен, дискімен тыңдамайды, бәрі электронды түрде, иә. Одан кейін жаңа әндер қаптап өзім шығардым, қаншасына бейне клип түсірдім. Бірақ уақытым болмағандықтан, маған менің менеджерім хабарласты, айтты, Айгүл, бізге осылай ұйымдастырушылар тарапынан ұсыныс түсіп жатыр, қалай қарайсыз сіздің электронды альбомдарыңызды осылай сату жағынан. Сосын мен ойладым, шынымен мен өнердің әр саласында жүрмін, шынымен әнге көбінде уақыт бөлуге уақытым болмайды, бас бұруға. Неге мен кеңінен өзімнің әнімді таратпасқа көпшіліктің ішіне? Көбісі айтып жатады. Қаншадан сатылады сіздің электронды альбомдарыңыз? Мен енді міне ұйымдастырушы Дима нақты айтыңызшы, мынау демесен, сіз білесіз ғой бәрін ақпаратты. Қаншадан сатылып жатыр электронды альбом? Жоқ, дәл солай, 9990. 9990. Әрі қарай, мен жынды емеспін ғой, бұған 1000 рет ойланып, менің менеджерім маған осын ұсыныс жасағанда, кеңінен таратуға өзім шығармашылығымды, мынау бір жақсы мүмкіндік екен дедім. Бірақ барлық заңды тұрғыдан қарайық, біз жақтан юристтер келді, бұл кісілер жақтан юристтер келді. Сіздің табысыңыз халыққа беретініңізді айтыңызшы. Мен, мысал, кеңнен өзімнің альбомды, өзімнің әнімді, менің оған уақытым жоқ, кеңнен таратуға мен үшін мүмкіндік. Сіздердің әндеріңіз өкінішке қарай енді сын деп қабылдасаңыз, қабылдаңыздар. Былайша сатылмай, тек қана лотерея қоссаңыздар, солай сатылып жатыр. Солай ма? Қазір сату қиын болғандықтан, электрондық түрде ғой. Ғаламторда бәрі бар. Қазір бізде незащищенный дейді ғой интернет. Пираттық, авторский қоғам вообще ол жаққа қарамайды. Демек, осындай ұтыстарды өткізудің басты себебі ол өздеріңіздің жасап жатқан туындыларыңызды жалпы менің мақсатым сол болды. Мотивация. Менікі сол болды, Дина. Кеңінен тарату. Дұрыс па? Мотивация дейді бұны. Кешірім сұрайым, қазір бізбен тікелей байланыста Нұр-Сұлтан қаласынан әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жеңіс Сейдоллаұлы. Жеңіс аға, сәлеметсіз бе? Жеңіс аға, сәлеметсіз бе? Бұл астарлы ақиқат. Сіз тікелей эфирдесіз, мен естіп тұрсыз ба? Жеңіс аға, қатты күрсіндіңіз ғой, не болды? Жағдайыңыз жақсы ма? Мен әріптестерімнің жанайқайына мен шын айтсам толық қосылып отырмын. Өйткені арамыздағы бір бауырымыз сүрініп кетіп еді, оған жығылғанға жұдырық болып жатыр. Оның қателескен жері өзінің ұсынып жатқан жаңағы жарнамасын, дүниесін заңды я заңсыз екенін соны толық түсінбей, сол алаяқтардың арасына кіріп кеткені. Жеңіс аға, жалпы Ернар Айдардың мәселесін білеміз. Шын айтқан кезде бұқаралық ақпарат құралдары да жазды. Енді сіздің пікіріңізді мен білгім келіп тұр. Өнерде жүрген іні қарындастарыңыздың жаппай лотерея өткізуге бет бұрғаны аян. Бұған қатысты сіздің пікіріңіз қандай?
лотерея деп жатқан жаңа айтып жатыр ғой, біреулер конкурс деп жатыр. Дұрыс па? А біреулер лотерея деп жатыр. Конкурстары дұрыс енді. Қалай айтсақ та ол бәрібір емес па? Аясында жасалу том-то и керек дело негізі. бөлек. Это вообще разные. Сіздің ойыңызша мәні бар ма? Жалпы оны ұтыс лотерея деп айтуда айырмашылықты көріп тұрсыз ба өзіңіз? Енді Нұрсұлтанға жақын, министрлікке жақын отырған адамсыз ғой. Көріп тұрмын. Да, лотереямен байланысты және лотерея қызметтері туралы қазір заң қатайып жатыр. Сосын қазір реттелетін шығар деп ойлаймыз негізі. Бірақ лотереяны өткізу үшін бірыңғай лотерея операторлары арқылы лицензия алса, солар арқылы лицензия алса, сол кезде ғана ол заңды болып есептеледі. Менің айтайын дегенім, қаншама өнер жұлдыздарының осы қазір онлайн концерт жүргізіп жатыр, қаншама адамға көмектесіп жатыр. Соны көрмей бір бауырымыз сүрініп кетіп еді, содан барлық осы мына апыр-топырдың бәрі басталып кетті. Енді мен сендерге түсінікті етіп айту үшін оның не айтатыны бар? Бір-бірлерімізбен әрбір қазақ жалғызым дейді. Осындай кезде бірігудің орнына бір-біріміздің бетімізден алып жатырмыз. Сол мені қынжылтып тұрған әңгіме үшін керек. Біздің министрлік қаншама жұмыс істеп жатыр. Соны көрмей жатқандарға соларды мен сол қатты қынжылтады мен негізі әңгіме үшін керек. Жұмыс бастан асып жатыр. Біз осы Астанада жүрміз. Қаншама жас отанымыз бар, нұр отанымыз бар, қазақ концерт бар, министрліктер бар, қаншама қырғын жұмыс деген. Сонымен қырғын жұмыс демекші. Жеңіс аға, міне біздің студиямызда қараңыз, Беркут мырза келіп отыр, Айгүл Иманбаева ханым келіп отыр. Бұлар қазіргі таңда лотерея өткізуге, ұтыс өткізуге мәжбүрміз, өйткені біздің дисктерімізді сату қиын деп жатыр. Ары қарай жалғастыра берсін ба осы кәсібін әлде қалай? Егер де халыққа оның пайдасы болатын болса, халықтың балдары болғаннан кейін халық ұл қызы ғой, оларда екеуі де. Әрине жалғастырсын, бірақ оның барлығы заңның аясында болу керек. Болу керек. Өйткені қазір депутаттар барлығын заңды түрде болу керек. Заңды түрде болса, әрине халыққа жасаған дұрыс. Рахмет, бізбен бірге тікелей байланысқа шыққаныңызға, Жеңіс аға, өзіңізге саулық тілеймін. Вот у меня вопрос к организатору, Дина. Ахватасын берді. Дина, вот Сымбат, да, очень приятно. Сымбат, мне бы вот хотелось бы узнать, вот как бы людям, обычным горожанам доказать, что это действительно лотерея легальная? А это никак не докажешь. Это не лотерея изначально. Это изначально люди покупают музыкальный электронный альбом. В нашем случае, допустим, это был Google диск, допустим, да, вот то, что касается Айгуль Иманбаевой. Вот, после карантина, когда мы собираемся продолжить, это будет физический диск теперь. Вот. А после этого они покупают, приобретают с этим вместе бонус. Бонус это как акция. Вот, допустим, приходите вы в Магнум, покупаете на некоторые... Кока-коланы сатып аласыз ғой. Кока-коланы ашқан кезде Оны біз тәптіштеп, түсіндіріп жатудың қазір түсіндіру эфирде жетпейді, Дина. Мен неге күйіп отырмын? Сіздер халықпенен әншілердің арасына өнер адамдарды арандатып тастағансыздар. Бетке айту керек. Қазір отырып алып, только тапить етіп отырсыз. Сізде осы жерде. Дина, мен сізді құрметтеймін, жақсы көрем. Но қазір бізге бір ауыз түсіндіруге неге мүмкіндік бермейсіздер? Бізге максимум беріп жатырмыз мүмкіндікті. Вот именно тәптіштемегеннен кейін халық түсінбей жатыр. Айқайламаңыз, қараңыз. Қазір ғана Жеңіс мырза не деп айтты? Бірыңғай лотерея операторы бар деді. Сіздерде жалпы лотерея өткізу үшін, немесе ұтыстарды өткізу үшін қандай да бір лицензия болу керек? Сіздерде ол бар ма? Дина, неге бізге сен лотерея деп бізге таңып беріп жатырсыз? Соны түсіндіріп айтыңызшы. Сіздерде лотерея емес. Әрине, басында айттық қой, емес деп. Акция бұл, Ұтыс дейсіз, сіз конкурс дейсіз. Бізде Акция бұл, акция. Бірақ Ерлан ағаның ойынша түбірі бір. Бұл енді мені былай, мына өзі мына бүркіт бауырымызды жарнамалау рахат мінекей. Тегін миллиондаған адам көріп жатыр, керемет міне. Мына мәселе бұл шоу-бизнес. Біз шоу-бизнесте өзі адамгершілік болмайды. Шоу-бизнес деген бұл өнердің жауы. Біз осы шоу-бизнесті қуып, мына мемлекеттік деңгейге шығып кетті. Бізде шоу-бизнестен ереке қосылмай мен сізге. Жасыңшы болса да бөлейін. Адамгершілік деген жоқ дегеннің сөзің сұмдық сөз. Шоу-бизнесте тек қана ақша. Ақша табу. Оның өнердің мұраты деген ол емес. Мен сіздерге айтайын. Бұл неге осындай әңгімелер шығып жатыр? Мына мұнайлы елдердің бұл қасіреті. Бізде мұнай деген ағыбатты. Мен қазір қарап отырсаң 2000 жылдары фанерщиктер шықты. Бұл фанерщиктер мен мұнайдың дағдарысы қазіргі біздің көріп отырғанымыз. Өйткені 90 жылдардың соңында фанерщиктер шықты эфирге, мұнай қымбаттады. Бізде новориштер шықты. Новориш дегенді білесіз, тексіз байлар. Мына халықтың осы мұнайға ие болғандар. Осылар екеуі одақтасып көп ақша салды.
Мына фанерщиктер өзі айтпайды. Бұлар барады да фанерамен айтып тойларда. Бір тойда 5 мың, 10 мың, 20 мың доллар алып кетеді мінекей. Ақша деген ағыл тегіл. 2008, 2016 жылдар тіпті сұмдық болған. Қазір енді мұнай таусылды. Мұнай таусылған жоқ. Мұнайдың құнсызданды. Нөлге түсті қазір. Халық фанера дегеннің не екенін білмейтін. Қазір фанерщиктерді концертке шақырмайтын болды. Концертке бармайтын болды. Тойға шақырмайтын болды. Қазір енді бұрынғы науадай ағып атқан ақша жоқ қой. Ауадай ағып атқан ақша жоқ. Науадай, науамен ағып атты. Қазір ол ақша жоқ. Сосын істейді. Қазір енді бұл шоу-бизнесте афераның түр-түрін меңгереді адамдар. Көрдіңіз бе? Алаяқтықтың. Өйткені фанера дегеннің өзі алаяқтық, айналайын. Фанера дегеніңіздің өзі алаяқтық. Ал оның алдындағы өнерші, әншінің. Сонымен екі қызық анықтама болды. Енді Ахметбек аға шегіртке дедіңіз, фанера дедіңіз. Ізденген үшін, ақынмен кездескен үшін, сазгермен кездескен үшін. Қымбатты көрермендер, біздің студиямызда дау болып жатыр. Қазір менің ойымша кейіпкерлеріміз сабырға келуі керек. Қазір шағын ғана жарнама, одан кейін жалғастырамыз. Ол енді түкке қазаққа түк құндылығы жоқ нәрсе ғой. Оның рухани құндылығы жоқ, айналайындар. Енді тікелей эфирде Астарлы Ақиқат және біз жалғастырамыз. Бүгінгі әңгіменің өзегі жұлдыздардың Инстаграм желісінде өткізіп жатқан ұтыстары жайлы болып жатыр. Лотереяның қазір асқынып кеткендігі сонша, қазір мынандай әңгімелер шығып жатыр. Бұның артында қылмыстық топтар тұр. Діни топтар тұр деген. Үлкен. Өйткені 90 жылдар рекеттер болды ғой. Қазір енді олардың мына ауқымын тарылтып тастады. Ашық қылмыс істеу қиын. Бүкіл жерде камера тұр. Енді қазір осы олар мына өнердегі осына фанерщиктерді пайдалануда. Ана жаңағы Ернар деген баланы мүмкін солар мәжбүрлеп отыруы мүмкін. Өйткені олар өте соған дейін де баруы мүмкін. Сондықтан бұны қазіргі мықты дейсіз ғой, иә? Өйткені сондықтан қазір болашақта, енді келешекте мына біздің құқық қорғау органдары бұл лотереяның бәрін қылмыстық жауапкершілікке тарту керек. Өйткені ар жағында бұлар тіпті олар шетелдермен де байланысты болуы мүмкін. Бейресми болса 530 мың теңге штраф салады. Егер де ресми болса, сондықтан осы нені тазалау керек қазір бізге. Мына фанераның дәурені бітті, мұнайдың дәурені бітті. Түсінікті. Сұрақты қояйық. Гүл ханым, сарапшымыздың пікірімен келісесіз бе? Сіздердің арттарыңызда жалпы осы ұтысты фанера ретінде ол тек қана Қазақстанда емес, ол бүкіл әлемде болып жатқан нәрсе. Ол мысалға сіз барып тойға барыңыз. Тойға барсаңыз, сіз живой дауыспен фонограммамен қылмыстық топ жөнінде айтайықшы. Сіздерді қараңыз. Атынан демей ақ қояйын, мен қазір күйіп отырмын. Бір кісі ерекең мені де білетін адам жақсы. Мысалға, мен таңыр кешке кіремін театрға, таңғы 6-да шығамын. Аяқ та сынады, қол да сынады. Бір рөлді, бір мюзиклыңыз ән. Ол жерде жаныңды жеп әніңді де айтасыз. Айгүл ханым, кешіріңіздер. Менің әріптестерім бәрі өнер, мен білемін әрі. Ал кеше жарайды, сол алтын айыңыз шетелге барып Голливудқа Қазақстан танытып келген жоқ па? Кешегі Мадиналарыңыз, болмаса Жанар Айжановаларыңыз, кеше өткенде мына кісі айтып жатыр, ақан серілер, балуаншы. Кешіріңіз, Жанар Айжановалар бүткіл барлық терменнің барлығын әдемілеп. Айгүл ханым, негізгі сұрақ. Мына мәселеге тоқталайық. Ерлан ағаның пікірінше, сіздерді біреулер мәжбүрлеп осындай ұтыстарды өткізуге. Ерлан ағаның Біздің таза болғаннан кейін ұйымдастырушылармен келіп отырмыз бұл жерге. Егер алаяқ болсам мен, мына шегірткенің продюсері айтқанда келмес едім. Ерлан ағамызды жақсы көреміз, сыйлаймыз. Енді ағаларымыз ретінде енді құрметтейміз ғой. Сондықтан да біз бір-бірімізді жамандап, төмен түсіру. Мына кісі одан да мына кісіге отдельный программа жасаңыз. Дина, тренинг өткізіп, пәленшеме ақшадан лақтырып кеткен. Вот жазып жатыр интернет, неге айтпайсыздар? Бірін-бірін болар халық бірін-бірін батыр дейді. Сондықтан да, аға, біз сізді қатты сыйлаймыз. Бізде өнер адамдарын өздеріміздің әріптестерімізді сыйлаймыз. Сол әріптестеріміздің аттарынан келіп отырмыз. Сондықтан халықтың алдында... Фанераға айтпа дейсіз, сіздің талабыңыз сол ма? Егер біздің халықтың алдында жасаған бір кемшіліктеріміз, қателіктеріміз болса, біз халықтың алдында кешірім сен әнші емессің, сен театр актриссасың. Артистпін. Сен фанерщик емессің. Соны біл. Сен барып өзіңді өзің
апарып тастап жатсың. Жоқ, мен өзім емес, мен жалпы Фанираны жоққа шығара алмаңдар. Сонымен. Оның ішінде жүріп көрген адаммын ғой. келе жатырмыз ғой біз қазір. шегіртке мәселесіне тоқталайықшы, не болды біздің? Балалардың бәрін қара, бесіктен белі шықпай жатыр. Республика сарайында Мына кісінің концерт береді. Ерлан аға, мына кісінің сөзіне айтайыншы. Медиктер жұлдыз болу керек, әр саланың жұлдызы бар. Біз бір үйде химик те бар менің үйімде, медик те бар, мұғалім, бухгалтер да бар, шегірткенің мәселесіне тоқталайықшы. Ахметбек аға, сіз осы әңгімені тыңдап райыңыздан қайттыңыз ба, әлде? Жоқ, мен өте жұмсартып айттым деп ойлаймын. Өйткені бұл қалжың емес. Қазір біздің мұнай экономиканың бюджетін Қазақстанның 30-40%-ға жуығы мұнайдан. Мұнай нөлге түсті ме? Енді ары қарай жаз бітті. Біз 30 жыл шегіртке болдық. Енді міне күз, ар жағынан қыс келеді. Сонда бүрсеңдеп біз Қытайдың алдына барамыз ба, Ресейдің алдына барамыз ба? Ертең нан тауып жеу үлкен мәселе болады халықтың алдында. Айтыңызшы, сіз екеулеріңіз де ел ағаларысыздар. Мен сіздерді шын айтқан кезде ұрыс тұрғым келіп тұрған жоқ. Беркут мырза, бері келіңізші, сіз де тұрсаңыз болады ма? Сіздер осы студиядан шыққаннан кейін дос боласыздар ма, қас боласыздар ба? Сіз шегіртке деп жалғастырасыз ба, әлде қалай? Мен алаяқ деп отырған кісі ана заң алдында жауап бере ме? Мен де білгім келіп отыр. Қазір мынау екі кісінің мәселесін шешіп алайық, Айгүл ханым. Міндетті түрде қазір тоқталамыз. Не болды сіздердің әңгімелеріңіз? Бізде 1 жарым минут қалыпты. Сіз кешірім сұрағыңыз келеді ме? Сіз кешіресіз бе? Не болды? Қыз басымен мен ондай дүние істемеймін, құрсын мынау таза қатын. Осы ақпаратты естіп, өнер адамдары, өнер иелері өте қатты сізге реніш жасап жатыр. Мен бір ауыз жауап берейінші қазір. Енді сендерге айтатыным ағалық ақыл ретінде. Біз өзіміздің просто немесін қарасыншы, Facebook пен Instagram парақшасын ашса, бәленбай мың комментарий, ананы оқу мүмкін емес. Бұрыннан бергі жасап атқан аға, сіз де біздің заңды түрде ма бұл? Заңсыз ба соны біліп алып сөйлеңіз? Жоқ, жасап атқан жарнамалардың астында. Ал за моральный ущерб, за клевету сіз маған жауап бересіз заң алдында. Міне, Дина, жасап атқан жарнамалардың астын қарасаң, бәленбай мың комментарий, соның ішінде аны оқу мүмкін емес. Халықтың қарғысы, боқтығы, алаяқ деген сөзді мен айтамын, бұл кісілер өзінің парақшасын оқи ма, оқымай ма? Шегіртке дегенім жұмсақ дейсіз ғой. Ол әбден жұмсақ айтқан сөз. Ол әбден жұмсақ айтқан сөз. Сондықтан айналайындар, сендерге айтатын, бүкіл қазірді, мысалы, мүмкін жақсы сварщик шығатын шығар, мүмкін жақсы дизайнер, архитектор шығатын шығар, да, бітті, қыс келді алдымызда. Алла егер маңдайыңызға өнер деген ен салса қайтесіз? Одан қалай құтыласыз? Өнермен мемлекет асырай алмаймыз. Болды. Мұнайдың А сіз немен асырап жарайды? Біз қанша мұқтаж жанға көмектестік, бергеніңізді айғайламаймыз. Жылына 365 күн болса, әскер 365 күн көмектеседі. Сіз не бердіңіз? Сіз қандай қайырымдылық жасадыңыз? Мен жақсылық жасаудан жарысайық деген қорым бар. Мен үй алып бердім, қанша адамға айтпайды, бәрі жасайды. Бәріміздің маңдайын басымызда бар. Сіз енді дұрыс емес. Инвалидтер үйінде қанша балаларымыз сөз тигізіп, ондай айтуға ол қателік. Мысалға, сіз бизнес тренинг жүргізіп жатсыз. Өкінішке қарай, бүгін тараптарды татуластырудың мүмкіндігі болған жоқ. Дау өздеріңіз көріп жатырсыздар, әлі жалғасуда, бірақ біз бәрібір де бітімгершілікке келеміз деген үмітіміз мол. Ал Ернар Айдардың оқиғасынан кейін сіздердің қымбатты көрермендер жұлдыздардың лотереялық ұтысына күмәнмен қарай бастағандарыңызды білеміз. Бәлкім тап сондықтан болса керек, әншілер жарнамасын күшейтіп, жүлде қорын көбейтіп те жатыр. Ал ақиқатында аты барлардың заты бар ма? Мұны әрине экономикалық тергеу қызметі анықтар. Бірақ бүгін осы студияда менің ойымша әр тарап өз ақиқатын айта білді. Ол жақа кенелемін деп кеміп қалмаңыздар. Ең бастысы осы. Сау болыңыздар.